Жасыл экономика қағидаларын жүзеге асыруда бірлікпен әрекет ету керек. Ортақ мақсатқа жетудің ең тиімді жолы да табысты жоғалтпай экологияны сақтап қалу. 10 жыл бұрын Қазақстанның бүкіл әлемге экология және экономикалық даму саласындағы жаңа бастама жасыл көпір бағдарламасын ұсынғаны да сондықтан. Бүгін Гринтек бағдарламасының тақырыбы осы турасында болмақ. Сіздермен бірге Әлия Махамбет. Жасыл көпір бағдарламасының мақсаты 21 ғасырдың ортасына дейін әлем елдерінің энергетикалық және өзге де табиғи ресурстарды тиімді пайдалануына қол жеткізу. 2013 жылдан бастап бағдарлама жасыл технологияларды тарату және жаһандық экологиялық проблемалардың ортақ шешімін іздеуге арналған халықаралық платформаға айналғандай. Казахстан и первый президент Қазақстан және біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жасыл көпір бағдарламасының бастамашысы және бұл бастамаға 16 мемлекет қосылып үлгерді. Уже присоединились к данной инициативе. Қатысушы елдер қатарында Албания, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Қырғызстан, Латвия, Венгрия, Монголия, Ресей, Финляндия және басқа да елдер мен халықаралық ұйымдар бар. Другие страны, международные организации. Почему вообще Казахстан пошел именно таким путем, стал, так сказать? Қазақстан неліктен мұндай жолды таңдады? Көшбасшы болып осындай бастама көтерді. Оны әлемдік қауымдастық жақсы қолдады. Хорошо оценили и поддержали в мировом сообществе, и Организация Объединенных Наций также включила ее в... Біріккен ұлттар ұйымы да оны бүкіл әлемде жүзеге асырылып жатқан халықаралық жобалар реестріне қосты. Дело в том, что для развития зеленой экономики жасыл экономиканы дамыту үшін дамыған ғылыми-техникалық база қажет. очень хорошую научную и техническую базу. Она сама по себе. Ол өзі энергия сыйымды, көп қаражатты талап ететін дүние. Ондай базаға қол жеткізу үшін экономиканы барынша дамыту маңызды. Такую базу, конечно, крайне важно построить хорошую экономику, которая может позволить, в принципе, эти все обороты. Жасыл көпір әртүрлі елдерге жасыл экономикаға өту бойынша ұсыныстар мен кеңестер беру үшін ең үздік тәжірибелер мен технологияларды біріктіруге үндейді. Программа — это буквально мост. Бағдарлама жасыл экономика аясындағы біліммен және үздік технологияларды енгізуге қатысты тәжірибемен алмасуға, тұрақты даму мақсатында жасыл инвестицияларды тартуға арналған көпір. Елдер, институттар, халықаралық ұйымдар арасын жалғайтын көпір. Международными организациями. Қазақстанда бұл бағдарлама сумен қамту, ауыл шаруашылығы, энергетика және өзге де бір қатар маңызды секторды дамытуды негізге алады. Соңғысында басым жағдайда қайта қалпына келетін энергия көздерін дамыту қарастырылады. Түсінгенім, барлық елдің экономикасы таза экологияға қол жеткізе алмайды. Бұған сарқылмайтын энергия көздері мысал бола алатын сияқты. Шетелдік компаниялар мен банктердің салымдары осы салаға инвестицияланады ғой. В плане я считаю, что это очень... Бұл ретте мен жақсы көрсеткішті байқаймын. Себебі Қазақстандағы сарқылмайтын энергия көздері халықаралық қауымдастықтың да назарын аударып отыр. Для и международного сообщества. Қазақстанда жасыл көпір серіктестік бағдарламасының аясында энергия тиімділігі жоғары және ресурстарды үнемдейтін технологиялардың сынақ алаңына айналған жасыл технология орталықтары ашылған. Жасыл көпір елде грин стиліндегі технологияларды енгізудің маңызды құралы. Дегенмен инновациялар кез келген елдің қаржылық мүмкіндігіне сәйкес келе бермейтіні белгілі. Міне бұл бағдарламаның ерекшелігі де сонда. Жасыл инвестициялар үшін жеңілдіктер ұсынады. Демек, жасыл көпір таза технологиялар саласындағы ноу-хаулар трансфертін жүзеге асыратын алаңда бола алады. Жасыл көпір серіктестік бағдарламасын жүзеге асыруда халықаралық жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығы маңызды рөл атқарады. Бүгінде бұл орталық бағдарламаның 2021-2024 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын әзірлеп жатыр. Он будет состоять из основных 4. Ол 4 бағыттан тұрады. Біріншісі зерттеулер, ғылым мен білім, екіншісі технологиялар, коммерцияландыру және қаржыландыру. Одан кейінгісі ұйымдастырушылық және ақпараттық шаралар. Соңғысы ақпараттық даму. И последнее — это информационное продвижение. Сарапшылар жасыл көпір серіктестік бағдарламасының әлемге оң өзгеріс әкелетін, экологияны экономикаға шығын келтірмей тазартатын бастама болатынын алға тартады. Ал оған жетер жол біреу ақ. Ол жасыл жол.